Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді жент қатырудың оңай тәсілімен бөлісемін. Және мұқият қарап отырыңыздар, жентті шоколадқа батырудың оңай тәсілімен де бөлісе кетемін. Ең алдымен құрғақ ыдысқа талқанымызды, менде тарының талқаны, содан кейін проценті жоғары сары майымызды және сапалы сгущенкамызды, осы үш ингредиентті жақсылап араластырамыз. Құрамы жақсылап бір-біріне араласып, кәдімгідей созылмалы, қолға жабыспайтын әдемі масса болып шығу керек. Міне бізде өте әдемі масса дайын болды. Енді біз бұны арнайы қалыптарға саламыз. Егер сізде қалып болмайтын болса, қолмен де формасын өзіңіз қалағандай етіп шығарсаңыз болады. Қалыптарға жайғастырғаннан соң жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Одан кейін қалғанын қолымызбен формаға келтіреміз. Кез келген формаға келтірсеңіз болады. Дөңгелек, төртбұрыш немесе үшбұрыш, ай секілді етіп келтірсеңіз де өз қалауыңызда. Міне қолымызбен жасаған формаларды да тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді шоколадымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки және Қазақстан шоколады қажет болады. Микротолқынды пеште шоколадымызды ерітіп аламыз. Сливки бізге шоколадты еріту үшін қажет. Шоколадты ешқашан микротолқынды пеште жалғыз өзін ерітпеңіздер, өйткені іртік-іртік болып, қатып, онша емес болып шығады. Жарты сағат тоңазытқышта тұрған женттерімізді ақырындап формадан шығарып аламыз. Содан соң дайындап қойған, ерітіп қойған шоколадымызға жартылай осылай қатырамыз. Шоколадқа батырғаннан кейін міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеңіздер. Сол кезде шоколад ыдысқа жабыспай әдемі алынады. Мен пергамент төсеуді ұмытып кетіппін. Сіздер міндетті түрде пергамент қағазын астына қойып жасаңыздар. Ертеде ата-бабаларымыз жентке қаймақ, сармай қосып, өте тойымды тағам ретінде пайдаланған. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнайды деген ойдамын. Менің өте ойымнан, көңілімнен шықты дәл осы рецепт. Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.